ол шығып жатқан жоқ энергия. Ішіңізде қайнап жатыр, яғни біздің қол аяғымызды байлап тастайды. Аурулардың түрлері шыға береді. Аурумен сынап келеді, плюс біздің ішімізден қысады, яғни біз өзіміздің способностімізді қолданған жоқпыз ба, қарыз кредитқа кіргізіп жібереді бізді. Жақында оның артынан мен еш қарыз кредиттен болған жоқ, мен бір жылдай оқыдым қарызға кредит. Енді соны сіз оқыдыңыз, барып тұрсыз, енді дальше соған мықты жұмыс жасау керексіз. Соны айтады, жасамап, андай балдарға шығарып, балдардың істемегеніне, ол денеңіз оқып білімді алып, еще мида тұрған білімді сіз шығармай тұрсыз балдарға. Мына жақта біз көп адам білім алып жатыр, курс алып жатыр, ананы алып жатыр, мынаны алып жатыр, бірақ ақпаратты бермейді. Ана өзіне неуверенностьта өтеді барады, тағы да ала береді. Мына алған нәрселерін беру керек, шығару керек. Сонда ғана мына адамның ішінде энергиялары жұмыс жасайды, энергиямен балансқа түседі, и біз қалаған нәтижемізге біз шыға аламыз. Сіздің ауырып жатқан, жаңа уже қанша жыл болды деп жатсыз, ауырып жатқаным деп тұрсыз, қасиетті қолданбағаннан болады. Қасиетті қолданбағаннан отношения бұзылады үйде, күйеуімізбен отношения бұзылады. Финанс жағынан бізді қысады, қыспақтайды. Тағы да қолданбадық па, мына сынаққа біз мойынсұнбай оны жүре бердік па, яғни энергиямызды қолданбадық па, либо баламыз, либо өзіміз, либо туысқанымыз, либо күйеуіміздің тағы да денсаулығымен сынайды. Біз сынала береміз. Мен қасиетпен ойнауға болмайды. Сізде өте қатты мощный энергияңыз бар. Бір жақтан келіп тұрған жоқ. Сізден нағашы жағыңыздан келіп тұр. Ата тектен қасиет келіп тұр, бірақ сіз оны неге бір минуста тұр? Яғни сіз оны қабылдап тұрған жоқсыз. Родыңыздан бірме-бір болып сізге двойной болып қасиет келіп тұр. Өзіңіздің душаңыздан, рухыңыздан тағы да бірме-бір болып. Екі жақтан келгенде қасиетіңіз сізде өте үлкен қасиет болып тұрды. Бірақ сіз соны қолданбай жатырсыз. Қазір енді сізбен жұмыс жасалынады. Қасиетіңізді, енді қаншама адамдар, келген адамдар бар, қасиетін аша алмай жүргендер, енді қаншама массажист бар, басқа емшілер бар деген сияқты. Олар осы терапиядан кейін қасиетім ашылып кетті, уже қолым жанып бара жатыр, адамдармен жұмыс жасап жатырмын, жағдайым жақсарды деген адамдар өте көп. Уже қабылдадым дегендер ше. Даже қасиеттерін білмей жүрген адамдардың қасиеттері ашылып кетіп жатыр да. Третий глазалары ашылып кетіп жатыр да олардың ше. И мына бойыңыздағы сенімсіздікті мынаны алып тастаймыз. Сосын өкпелеуді, ренжуді, біреуге кінә артуды, менің осы болып жатқан істеріме анау кінәлі, мынау кінәлі деп ренжуді тоқтатамыз. 1 грамм біреуге ренжімейміз. Ренжідік па, біздің қайтадан аяқ қолымыз байланып қалады. Ол бізге өте минус.